Hello students, today we will learn vocabulary giving directions on the street. Сәлеметсіз бе оқушылар, біз бүгін жолда, көшеде жүргенде жол көрсету сөздерін үйренеміз. Turn left, солға бұрылу, немесе солға бұрылыңыз. Turn right, оңға бұрылу. Go straight, тіке жүру. Go straight on, тіке жүре беріңіз. Go over, үстімен жүру. Go past, өтіп кету. Cross, кесіп өту. Go round, айналып өту. Traffic lights, бағдаршам. Go through, ішімен жүру. Roundabout, айналма жол. Next, locations, келесі жерлер. At, сол жерде тұру. Near, жақын жерде тұру. Opposite, қарама қарсы. Between, ортасында. Next to, қасында. At on the corner, жолдың шетінде. On your right, сіздің оң жағыңызда. On your left, сіздің сол жағыңызда. Exercise 1. You have to match the notices to their signs. Бірінші тапсырма сөздерді белгілерімен сәйкестендіру керек. Мысалы, біріншісі go round the roundabout. Go round өткенімізде айналып өту, roundabout айналма жолды, яғни перекрестікті. Сонда айналма жолды айналып өту, бұл бізде second picture on the right. Оң жақтағы екінші сурет. Осылай барлығын жасайсыз on your copybook, дәптеріңізге. Now let's practice. Енді үйренген сөздерімізді пайдаланып көрейік. Let's look at this picture and we see the map of a town. Суретке қарайық, мұнда біз бір қаланың картасын көріп тұрмыз. Girl is asking questions. Boy answers. Қыз сұрақ қойып тұр, бала жауап береді. And you have to match. Ал сіз осы сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендіруіңіз керек. Excuse me, do you know where the cafe is? Кешіріңіз, кафе қай жерде екенін білесіз бе? Answer is, жауабы, yes, go straight on, turn right, go straight on, it's on your right. It is in front of the pharmacy. Yeah, тіке жүре беріңіз, оңға бұрылыңыз, тіке жүріңіз, ол сіздің оң жағыңызда. Ол pharmacy, яғни дәріхананың